шынымды айтсам, ештеңе сезініп жатқан жоқпын, ештеңені сезініп жатқаным жоқ. Былай тек көзімнің алдында бар, өтірік айтпай ақ қояйын, ештеңе сезім жоқ. Яғни сіз өзіңізді сезуді де ұмытып кеттіңіз ғой. Ішіңізде не болып жатқанын түсінуді, мен біреуді сағынып жатырмын, мен біреуді жақсы көріп жатырмын, мен біреуді жек көріп жатырмын деген сезімдеріңізді ажырата алмайсыз ба? Мен мысалы үшін соңғы уақыттар мен кіммін деген сұрақ өзіме мазалайды. Мен кіммін, мен мына өмірде не үшін жүрмін деген сұрақ мені мазалайды соңғы уақыттар. Бірақ мен оны шешімді еш уақытта таба алмадым. Не үшін, не істесем болады? Кімнен көмек сұрасам болады? Айтып отырмын, мен сауатым аз, қай жерден сұрау керек білмеймін оны. Даже айтып отырмын, мен күйеуіме де ашыла алмаймын, ашық сөйлесе алмаймын. Мысалы үшін мен бірдеңемді айтсам, ол мені кінәлап шығады. Сен неге сондайсың, анау мынау? Сол кінәлі сөзді естігім келмейді, маған ұнамайды сондай кінәлі сөзді. Айтып отырмын, мен өзім таба алмай жатырмын деп. Бала кезіңізде сізді кім көп кінәлайтын еді? Кім кінәлі сезіндіреді? Мен мысалы әжемнің қолында болдым деп отырмын ғой. Папам інісі болатын, Ерсін ағам жаңа әйелі болатын да. Енді ол да жас қой сол кезде 2 баласы болатын. Жеңгем ғой, енді папам туған інісінің әйелі маған жеңге болады ғой. Сол мені көп ұратын. Сол бір күні мені қатты ұрды, сол есімнен вообще кетпейді ғой. Айтып беріңізші. Соны айтып беріңізші қалай болды? Ауылда тары салатын, мен мектепке барып жүрмін, мектептен келдім, сосын тары салатынбыз қазан ошаққа. Ол кезде газ жоқ. Сөйтіп маған айтты, шай демде деді. Мен ол кезде 1-ші сыныппын ба, 2-ші сынып па, білмеймін, 1-ші сыныппын ау. Оның баласы болатын Берік деген. Інім ғой енді ол да, бауырым 86-шы жылғы. Білмеймін, мен бірдеңені бүлдіріп алдым ба, сонда мені қатты ұрған таяқпен, от жағып отқан таяғымен ұрған, қуалап жүрген ұрған. Сол жеген таяғымды есімнен кетпейді. Сол қатынды жек көрдім мен. Бірақ қазірлер айтам, соны мойындамайды. Қазірлер былай бетіне қарап тұрып айтам ғой сол қатынның. Сен жеше мені сол кезде қатты ұрып едің деп мойындамайды, бірақ қой менің есімде жоқ ол деп. Атам әжем бір жаққа кететін болса, мен сонда бала кезімде сол кезде мен елімде қалып қойған, әжем мен атам ешқайда кетпес екен дейтін. Ана қатын маған тиісетінін білетін, ұратынын білетінмін. Маған барып ана ауылда тұрамыз ғой, кішкентай ауыл, бар жұмыртқа жинап кел дейтін ана ауыл үйлерден. Мен соны етегімді толтырып жұмыртқа жинауға шығатынмын сол кезде, бала кезімде. Сол бір күні мен сындырып алғам жұмыртқаларды. Сол үшін мені ұрған ол кісі. Не сезініңіз? Өзімді бейшара сезініп отырмын. Бірақ мен бейшара болғым келмейді. Мен бас игім келмейді. Менің әдетім, өзімнің Құдайдың берген несі, мен бас игім келмейді біреуге. Мен мықтымын, мен жеңіп шығам деген не бар да. Елге мықты болып көрінуден шаршамадыңыз? Шаршадым. Уже мен бүгін күйеуім айтқан, мен мықты болудан шаршадым деп айтқам. Бүгін күйеуіме мен жазғам даже. Ажырасайықшы деп WhatsApp-ына жазғам. Уже мен саған құл болудан шаршадым деп. Мен просто саған қолайлы әйелмін. Сенің балдарың бағып жатырмын, саған зат әкеп берем үйіңе. Содан шаршадым деп жаздым мен күйеуіме. Маған жауап жазбады ол, бірақ. Кеште дым болмағандай маған ана әдіп-әді кет, күліп анау мынау айтып келеді маған. Сонысы ұнамайды маған. Хек көріп тұрам сол кезде ішімнен. Мынау шайтан адам ба деп ойлап қалам арасында, не? Мынау адам ба я шайтан ба деп өзіме сондай бір миыма сондай сұрақ келеді да. Мынау адам ба я адам кейпіндегі шайтан ба мынау деп өзіме сондай бір сұрақ келетін болып жүр. Ерсі қылықтар істеп келеді арасында маған. Ыржаңдап күліп, келдің ба қатын, алдырмай жылдырмай деген сөздер айтып маған, не? Мен бірақ оның көзіне шөп салған емеспін. Даже мен бір еркекке былай қырындап, бір не қылған емеспін. Ондай ойымда да болмаған ондай. Секс деген нәрсе бұл өмірде бар екен, қанша жасыңызда білдіңіз, түсіндіңіз? Оны мен осы екінші балам туғаннан кейін білдім. Жоқ, секс деген нәрсе.
Сексті мен бала кезімде білгем. Иә, соны айтып беріңізші. Қалай білдіңіз? Нені көрдіңіз? Нені сезіндіңіз? Мен ол кезде мен ініммен болып қалғам. Мен білмегем бірақ. Мен сол 7 жастарымда болған шығар деп. Толық айтып беріңізші, қалай болды? Өзім жаңағы таяқ жеген інім бар ғой. Мамасы ұрды дедім ғой, соның баласымен болған мен. Болғанда біз екеуміз тақалып тұрғанбыз бір-бірімізге. Сол кезде мен білгем. Не сезіндіңіз? Ішіңізде не сезім болды? Денеңізде не сезім болды? Мен сонда маған ұнаған қаттыға. 7 жасымда ғой шамасы. Мен ол кезде ол зат қатты жаман зат екенін, одан ұялу керек екенін білген емеспін мен. Жаман зат па секс? Жоқ, сол кезде мен соны енді қазір сол миыма кейіннен қазір ұялам да сол заттан, қаттыға ұялам. Сол ініммен сөйлесуге ұялам даже. Мен сөйлесуге, сонымен мысалы үшін арасында барып WhatsApp-тан жазады ғой. Даже мен сонымен амандасуға ұялам. Соны істеген тірлігіме ұялам. Секс жаман зат дегенді қай уақытта қалыптастырдыңыз? Мен де жаман зат деп не қылған емеспін, қабылдаған емеспін. Бірақ ұялу деген зат бар да менде. Не үшін ұяласыз? Сол ініммен сондай зат істегеніме ұялам мен. Енді ол менің бауырым ғой, папам інісінің баласы. Мен ол кезде жаман зат екенін, оның ұят зат екенін мен білген емеспін. Ініммен сондай, мысалы үшін ол зат маған кейіннен бір 20 жастарымда ма, 18 жастарымда ма миыма келіп бастады да, ол зат адам бауырымен болу деген мысалы үшін ұят нәрсе екенін мен оны анандай адамдардың сөздеріне естіп, не деген маған мысалы үшін кішкентай бала кезімде ешкім мына зат ұят болады, анам я әкем мынандай зат істеуге болмайды деп ешкім айтпаған ғой. Айтып отырмын ғой, мен сана сезім өспей қалған деп. Ол зат ұят болады, мынандай зат істемеңдер деген сөз болмаған, тек біз тек үйді тазала, малға қара шөп сал дей бергеннен басқа дым айтпаған ғой біздің құлағымызға. Алғашқы махаббатыңыз туралы айтып беріңізші. Қанша жасыңызда ғашық болып қалдыңыз? Ғашық болу деген мен бала кезімде ғашық болмадым ау. Ғашық болдым, бірақ мен 24 жасымда ма, 22 жасым точно білмеймін енді. Мені бір өзім жеңгемнің, ұрған жеңгемнің ағасының баласына айтырып келді да мені. Мен сол кезде ғашық болдым сол жігітке, не? Ол 77 жылғы жігіт болады, мен 81-мін ғой. Бірақ мен саған ғашықпын деп айта алмағам. Бәрін ішімде сақтағам. Ешкімге айтпағам мен ғашық екенімді. Соны жеңіп өткенмен Құдайға шүкір деймін. Соны қазір мен өзім таң қаламын да, соны қалай мен жеңіп өттім деп. Нені жеңіп өттіңіз? Мысалы үшін қаншалықты маған ауыр болғанын сол кезде мен мысалы үшін үйімнен шығып кеттім. Шығып кеткеннен кейін айтып келді ғой маған. Мысалы үшін ауылдағы адамдар маған жаман көзқараста болды. Мысалы үшін қаншама адамдар. Сен бәленшенің қызы, әкесі анандай атағы бар. Сен сонда да айттырып келіп отыр деген сөздер, мен солардың бәрін жеңіп өткеніме өзім таң қаламын да. Мен сонда Құдайдың бар екенін білдім да. Маған бір Құдай өзі көмектескен ба, білмеймін. Қалай жеңіп өттім сол күндерді деп өзім таң қалып қазір. Ауылыңыз қандай атақ таңды сізге сонда? Қандай атақ берді сізге ауылыңыз? Атақ бергенде мен негізі мен жаман қыз болған жоқпын. Просто менің ойым өзім жұмыс істеп жаңағыдай ақша бермейді сұраған кезде әкешің. Мысалы үшін іш киіміміз тозып кетеді. Мысалы үшін мен анам жоқ қой енді, айта алмаймын әкеме іш киім тозып кетті, я ағама айтпаймын. Олар да түсіністікпен қараса болады ма маған? Мам, мынаны ал ақшаны, бүгін барып қалат алып кел, болды дейді. Іш киімің бар ма, жоқ па? Соны мен армандаймын да, өзім жұмыс істеп ақша тауып, қалаған затымды аламын деген балалық ой ғой. Келте ой дейміз ба, не қыл дейміз? Сондай ойлап мен бәрін істеп кетем деп ойладым ғой өзім. Бірақ ол мен істей алмадым. Ойлаған шығарсыз, бірақ енді одан не зиян шектіңіз, не өсек естідіңіз? Просто өсекке қалдым болған. Ауылдың адамдарының сана сезімі төмендігінен айтамын да. Қазірлер ойлаймын ғой соны. Адамдардың сана сезімі пәленшенің қызы бұзылып қалды деген сөз да. Мысалы үшін мен онда бұзылып қалған жоқпын ғой, ешкіммен болған жоқпын. Жаңадай оймен кеттім мысалы үшін. Сонда әкемді мен аядым. Әкем маған жылаған, сен мені қара бет қылдың деп.
сонда әжем де алдымнан шығып айтқан, сен дым болмаса маған айтсаң болады ғой ішіңдегін деп. Кейіннен айтып жатыр да оны. Мен істерімді істеп жаңа ауылдан шығып бір апта мені іздеді ғой, мысалы үшін бір апта өтіп кетті, бір аптадан кейін келдім үйіме. Сонда мені сол келгеннен кейін жаңа кісі мен айттырып келген, онда айттырып келгенде мен базарда ет сататынмын, әкем малы бар. Мен әкем малды сойып береді, килограммдап істеп жасап береді, мен сатам. Бірақ жақсы сататынмын да, жақсы сатушы болатын. Пысық қыз болдым ғой негізі мен. Сонда мен жаңа кісінің, жаңа жігіттің әкесіне сәлем берем. Ол мен ұнатып қалған ғой сәлем бергенімді. Мен құдамыз ғой, былай қарасақ, құдамыз, жеңгемнің ағасы ол. Сол жалғыз баласына мен айттырып келді. Бірақ маған баласы ұнаған қаттыға, маған сыйлық алып келген ол кісі. Мамасы алып келді. Енді айтырып келсе неге қосылмадыңыз сол кезде? Енді қосылмағанда әкем менің мысалы үшін бұл үйде қатын жоқ, бұл үйдің қарайтын сиырын кім сауады, нанын кім жауады, ағам жаңа үйленбеді алдындағы. Сол менің жаңа кісіні үй алатыным, ана кісіні құманмен ұрып, ананы бәрін лақтырып, ана үлкен кісі папаммен жас кісі ғой, соны айдап шыққаны үйден. Оның тек кінәсі мені айттырып келгені. Значит, айттырып келген адамның алдында, ғашығыңыздың алдында әкеңіз позор. Мен ғашық болғанда онымен бір сөйлесіп, аузым жабысып қалған жоқ. Ішіңізде сезім болды ғой? Иә, ішімде сезім болды, бірақ ол қаланың баласы болатын. Сондай адамның алдында позорыңыз шығарды ма сондай? Мен позорым шығып қалды деген ой жоқ менде. Просто тек ана кісі, папаммен жасты кісі ғой деймін да, әрі құда кісі, менің өзімнің ойым. Неге солай астинаға айтып түсіндірмей? Соны айдап салғанына жыным келеді да, жаңа ағамыздың істеген тірлігіне. Адам сияқты айтып шығаруға да болады ғой. Мастурбация қай уақытта жасай бастадыңыз? Мастурбация? Қолмен ба? Иә, өзіңізді уқалап қана аттым. Оны мен қатты секс жасағым келді, осы бір жылдың алдым ба, сондай жасадым. Оның алдында болмаған менде ондай. Бала кезде? Бала кезімде ондай зат болмаған. Мүлде. Мастурбация жасамадым. Мама, папа ойынын кіммен ойнадыңыз бала кезде? Айтып отырмын ғой, ініммен ойнайтын. Ініңізбен? Ініммен ойнайтын. Тек ініңізбен ба? Мен ол кезде бала ойынды ойнағанда, мен бір рет ағам мен жеңешемнің жаңағыдай жасап жатқанын көріп қойғанмын ғой. Соны айтып беріңізші, қанша жасыңызда? Сол да сол жаманның алдында ғой. Сол ағам қайтыс болып кетті. Жеңешеме жалынып отыр да, ол басқа бөлмеде жатады, ана жеңешем балалармен басқа бөлмеде. Сол жеңешемнің қасында жатқанмын, жеңгемнің қасында. Сонда ана ағам келіп жалынып жүр, ана жаққа жүр деп жасап жатқандарын көріп қойғанмын мен. Ұйықтап жатыр оянып кеткенмін. Не сезіндіңіз? Ішіңізде не сезім болды? Қорқыныш болған менде. Ана ағам жеңешемді не қылып жатады ғой, әстен ақырын деп жатқан сөздеріне мен қорыққанмын, шындығына келгенде. Не қорқыныш болды? Жеңешем ауырып жатыр екен ғой, бір жері ауырып жатыр екен, қатты ауырып жатқан сияқты сезіндім бала кезімде сол. Қозу сезім болды ма? Жоқ, қозу сезім болған жоқ. Тек қорқыныш болды менде. Ең алғаш қанша жасыңызда сүйісіп көрдіңіз? Сүйіскен емеспін. Ешкіммен сүйіскен емеспін. Сүйіскенде жігітпенмін ба? Иә. Жігітпен еш уақытта сүйіскен емеспін. Еріне? Сүйіскен емеспін. Шын сөзім. Аллахи биллахи. Қызбен? Енді қыздармен бетінен сүйісіп көрсеміз ғой, енді ондай былай ауызбен ауыз сүйісіп былай ондай жағдай болмаған менде. Мүлдем. Жігітпен де мүлдем болмаған. Жаңағы әжеміздің айтатыны құлағымызға, ойбай қыз болып шығып кет, сосын қарақалпаққа тиме, өзбекке тиме деген сөз болған. Тек менде жаңағы қыз болып кетіңдер, пәк кетіңдер деген бізден солай. Не да жаңағы, не дейміз? Салт дәстүр дейміз ба, ойбай мен Құдайдан сұрап жүрдім, барған кезде қыз болып, қыздығым ақсын сол үйге барып деп, сондай менде миымда қалыптасып кеткен да. Кейіннен ойлап атсам, соны бекер тілеппін ғой деп қоямын ғой. Неге? Мен сонда күйеуіме шыққанда да, осы күйеуіме шыққанда, ойбай мен қыздығым ақпай қалам ба, пәк болмай қалам ба деген қорқыныш болған менде. Білмеймін неге ондай болды, өзімде түсінбеймін соны. Ойбай пәк болуыңыз керек, көшеге шықпаңдар, ана пәленшенің баласы алып қашып кетпесін деген сөзді көп айтқан ғой бізге. Бірақ оны түсіндіріп айтпаған да бізге. Бір ашу келді қазір сізге. Қандай ашу сол, айтыңызшы. Түсіндіріп айтпағанда бізге деген кезде бір ашу қысты сізді. Қандай ашу? Не нәрсеге ашуландыңыз? Мен ашу қысқанда маған көп нәрсе білмегендіктен, мысалы үшін мен үйретпеген, мысалы үшін енді анам болмады үйрететін, әжем үйретсе болады ғой, я басқа бір жеңгелерім үйретсе болады ғой, маған бірдеңе айтпаған, ештеңе білмегеніме жыным келеді.
Алғашқы сексіңіз қанша жасыңызда болды? Қалай болды? Не сезіндіңіз? Не әсер алдыңыз? Енді күйеуіммен болдық бірінші 2010 жыл. Қанша жасыңызда? 29 жасымда. Яғни сіз 29 жасқа дейін ешқандай секс болған жоқ, ешкіммен сүйіскен жоқсыз? Сүйіспедім. Жақсы. Алғашқы секс туралы айтып беріңізші, қалай болды? Алғашқы сексім әлі көзім алдында. Күйеуім былай қолымды қайтарып алған, ол мас болған. Ол мас болған. Бірақ мас болғанда қатты бір, мен ойлаймын, ол қатты мас емес еді, ол дұрыстап білмейтін беді, несі жоқ па деп ойлаймын. Өзім айқайлаған есімде, ойбай су ішем деп, аузым кеуіп қалған есімде, қиын болған. Яғни сізді ешқандай прелюдия жасамай, ондай, ешқандай. Зорлағандай болдыңыз? Зорлағандай болды. Тек аузым нетіп алды, сүйгендей болды мен, бірақ мен одан махаббат ештеңе сезінбедім. Просто тек ауырлық сезім болды менде. Қатты ауырған. Қандай ойлар қалыптасты содан кейін секс туралы? Сосын мен күйеуім айтқан, басқа әйел алсаң да мен осы үйде жүре берейінші, сен басқа әйел ала қойшы, мен жаман ауыратын да. Мен отырып, маған сонда бір гинеколог жеңген болатын, ойбай сенікі жыртылып кетпесін, сен деген кәрі қыз болып күйеуге шығып жатсың деген миыма қалыптасып қалған ғой. Сен жатқан кезде қимылдамай жат деген сияқты. Басында маған қиын болған. Оргазм қай уақыттан бастап сезіндіңіз? Оргазмды мен 2 жылдан баламды туғаннан кейін бастап білдім. Оргазм деген зат. Қанша жастан? 38 жасымда ғой деймін. 38 жасқа дейін оргазмсыз өмір сүрдіңіз ба? Иә. Мастурбация да болған жоқ па мүлде? Жақсы. Оргазмды кіммен сезіндіңіз? Өзім жолдасыммен. Қалай сезіндіңіз? Сезінгенде мен былай өзім күйеуіммен шын көңілден былай күйеуім жасап атады ғой, ешқандай одан жасағанда мен не қылмаймын, өзім үстіне шығып. Онда да бірдеңені ойлауым керек мен. Нені ойлауыңыз керек? Арасында секс киноларды көрем. Иә. Сол кезде барып мен жібере аламын. Қандай жанрдағы порноларды көресіз? Мысалы үшін секс жасап жатқан киноларды көрем, арасында көп емес. Иә, түсінікті. Қандай жанр? Қандай видеолар көресіз порноларды? Қандай? Енді мен көбінесе орысша киноларды көрем. Дұрыс қой. Классика или групповуха или жоқ, групповой емес. Өзі жеке, өзімен өзі былай шын көңілде махаббат болып, сүйісіп болып жатқан киноларды көрем. Маған сондай кинолар ұнайды. Не дейді ғой жаңағы? Нежный дейді ғой? Орысша айтқанда. Сондай секстерді көрген кезде маған ұнайды. Ал қазір сізде тұрақты оргазм бар ма? Тұрақты оргазм болғанда мен мысалы үшін күнде секс жасай бергім келмейді. Ол өзімнен деп ойлаймын, неге десем мен күнде жүрем азаннан кешке дейін. Таңғы 4-те тұрамын. Таңғы 4-те болғанда 3:40-та тұрамын, 5-те қолымды жуамын, 4-те уже шығып кетемін үйден. Кешке дейін ташкенмен жүріп шай сатамын. Мен шаршаймын. Мен күнде секс жасағым келмейді. Неге десең, мен бірінші күні үйде боламын, барахолка істемейді. Сол кезде мен әбетте дайындаламын мен, мысалы үшін. Шын көңілмен дайындаламын. Күйеуіммен болғым келеді, әбетте болғым келеді мен, мысалы үшін. Күйеуім қашады. Я мамаңыздың үйіне кетіп қалады, я жеңгесінің үйіне барып шай ішіп отырады. Звондасам, қайда жүрсің? Тамақ дайын, шай дайын деп шын көңілімнен тамақ не дайындап, өзім дайындаламын, мысалы үшін, жуынып, шайынып дегендей. Демек, сізде соңғы уақыттарда мүлде оргазм жоқ десек бола ма? Оргазм болады. Мен өзім қалаймын. Осы қалаған кезімде күйеуім дайын болмайды. Я бір жаққа кетіп қалады, я үйде болмайды, қатты болғым келген кезде. Қаншалықты тұрақты бар сізде қазір секс? Қаншалықты болғанда білмеймін, енді мысалы үшін 100%-да менде бір. Айына қанша рет? Енді ол көбінесе айтып отырмын, болмай жатыр мен болғым келеді. Ол болмай жатыр. Деп жатырмын ғой. Айына 1-2 рет бар ма хотя бы? Қазір 1-2 ретім жоқ айына. Ол үшін біздің секс жасағанымызға 1 айдан асып кетті. Соның үстінде мен қырылып жатырмын ғой, соның үшін ерім шығып жатыр ғой. Ол басқа елмен болып жатыр. Бойын, мысалы үшін еркек адам, мен ойлаған ойым, ер адам деген күнде бір секс жасамаса, ол шыдап жүре беру мүмкін емес деп ойлаймын өзімне. Бірақ ол айтады, бір жағынан былай ойлаймын, былай жатады ғой, иә. Грижасы бар белінде, шынымен 3 рет жылқының майына түсіп шықты. Ақшамыз кетті, кәдімгідей белі қытыр-қытыр айтады, неміне сенбесең көр деп белдерін қытырлатады маған, кәдімгідей белінде мындай шықыр етеді, аяқтарын былай жасайды ғой, иә. Сол кезде бір сенгендей боламын, мен шынымен ауырады екен ғой деп. Енді сіз 1 апта бойы
Қашып жүрсеңіз? Мен қашпаймын. Мен дайынмын. Шашап келем деп жатсыз ғой. Жоқ, қашқанда ол сұрамайды. Сұрамаса мен не істеймін енді? Мен өзім де бара қоймаймын, барып. Давай секс жасайық деп мен айтып отырмын ғой. Менде соңғы уақыттар сондай не болды. Қашанғы мен жалына берем, қош жата салайын деген ой. Мастурбация жиі жасайсыз ба соңғы кездері? Былай қолмен өшім жасаған емеспін, бірақ бір рет не сатып алдым. Жаңағы TikTok-тан көргенім сатып алдым. Бірақ мен еш одан оргазм алмадым. Түсінікті. Ешқандай ол жолдасыңдікіндей болмайды екен. Натуралінде түсінгенім. Оны мен жаңа күйеуі қайтыс болып қалды осы сіңілімнің, соған беріп жібердім босқа. Түсінікті. Секс туралы қандай түстер келеді? Түс көргенде ма, күйеуім екеуміз мысалы үшін мен басқа біреулермен болып жатамын арасында түс көргенде. Түсімді айтып сұрап жатсыз ғой? Иә, түстер. Басқа біреулермен бұрын, бір жылдай бұрын алдында болды, қазірлер бірақ ондай емес. Бұдан бір жыл бұрындары сондай біреулермен жатам, біреулермен құшақтап жатады, артымнан қуып жатады түсімде, не? Күйеуім даже мен соңғы уақытта түсімде күйеуім маған көмектеспеді ғой, қашып жүреді түсімде де, не? Өткенде папам намазына кетсем, мен ауылға кеттім ғой. Сол кезде папам түсіме күйеуім кірді, күйеуім даже носкиін киіп алып, басқа жаққа маған қарамайды, кетеді. Солай түсімде постоянно күйеуім менен басқа. Мүмкін сіз өзіңіз қаламайтын шығарсыз күйеуіңіз төсекте. Сіздің ыңғайыңызға келмейтін шығар күйеуіңіз. Сіз ойлағандай. Мен ойлағанды істемейді ғой. Мен күйеуіме бетіне айтам. Давай мен анандай қыл, мен мынандай қыл, мен мынандай қылып тұрғым келеді деп, мен көңілімдегін ашық айтам күйеуіме. Мысалы үшін маған ұнамай айтса, мен мынандай ауырды деп, мысалы үшін шынымен айтам күйеуіме. Одан тартынбаймын мен. Мүмкін сіз басқа бір адамды іздеп жүрген шығарсыз. Мен соңғы уақыттар бір кісіні жақсы көріп қалдым, шынымен де. Қатты ғашық болдым сол кісіге. Бірақ мен ол кісімен сөйлеспедім, тек сыртына ғашық болдым. Оның бір ер адам сияқты бір мінезі мынадай тұлға дейміз ба, тұлғасына, сырт келбетіне шынымен ғашық болдым. Ал енді түсіңізге келейікші, түсіңізде болып жатқан адамдар еркектер ме, әйелдер? Еркектер. Әйелдерге қызығасыз ба сіз? Әйелдермен болғанды ма? Иә, әйелмен секске қызыққан кезіңіз болды ма? Ұнамайды маған. Әйелмен әйел. Сізге лесбиянкалар жазып, звондап, танысайық, сөйлесейік деген кездері болып па еді? Ондай болған емес. Тірі лесбиян көріп пе едіңіз өмірде? Ау? Тірі лесбиян көріп пе едіңіз өмірде? Жоқ, ондай зат даже мен екенін де түсініп отқан жоқпын. Әйел мен әйелдің сексі? Ондайден бір рет көргенмін, телефонда көргенмін. Бірақ оны қарамаймын. Кішкене көремін да, оны маған ұнамайды, әйел мен әйел. Не сезіндіңіз сол кезде, көрген кезде? Мұндайдан жек көремін мен ондайды. Әйел мен әйел болғанды. Жаңа еркек пен еркек болып жатқанын мысалы үшін ондайды да көрмеймін. Еркек пен еркек сразу өткеріп жіберемін ондайды. Айтып отырмын маған андай. Ондай еркек пен еркек, әйел мен әйел сіздің алдыңыздан шығып қала береді. Жоқ, мысалы үшін мен ашып отырсам көріп қаламын да енді жаңағыдай. Қалай ойлайсыз, неге шығып қала береді? Жоқ, шыққанда мен жазамын өзім. Секс деп жазамын. Иә, секс деп жазасыз, сіз секс іздейсіз. Бірақ неге сізге гейлердің, лесбияндардың секстары шығып қала береді? Қалай ойлайсыз? Енді білмедім мен оны ашқан кезде, бірақ мен оларды көрмеймін, бірақ өткеріп жіберемін. Жақсы, көрмейсіз, мен сізді кінәлап жатқан жоқпын. Иә, жоқ, кінәлап жатырсыз деп жатқан жоқпын. Просто ішіңізден ойланып сұрап көріңізші, неге сізге сондай гейлер мен лесбияндардың видеолары шығып қала береді? Білмедім енді оны. Оған жауап жоқ менде. Әдемі қыздар көрген кезде не сезінесіз? Әдемі қыздар көргенде ма? Бақытты шығар деп ойлаймын. Әдемі қыздар бақытты шығар деп ойлаймын. Сізбен жаныңыздан жанасып өтсе, духиінің иісін сезіп қалсаңыз, денеңізге денеңіз тиіп кетсе, не сезінесіз сондай әдемі қыздар? Мысалы үшін духилар әдемі иіс қасымда өтеді, базарда көп жүремін ғой. Духиіңіздің иісі әдемі екен деп айтам, сразу айтам. Мысалы үшін әдемі қыз әдемі киім киіп бара жатыр ма? Сразу айтам, мына киіміңіз әдемі екен, маған қатты ұнап тұр деп айтам. Базарда кеше мен ұялмаймын ондайдан. Қасына барам да сразу, мына киімді қайдан сатып алдыңыз деп сұраймын. Ол айтады, мен мысалы үшін кеше жақында да сондай не болды да. Духиінің иісі ұнап қалды, духиіңіздің иісі күшті екен деп айтам. Сразу айтам, күшті екен иісі мұрынға деймін. Киім ұнап қалды, сразу жүгіріп бардым да қасына, мына киімді қайдан алдыңыз деді. Бір парктың атын айтты. Сұрады, бағасына дейін сұрадым. Қанша тұрады деп, маған қатты ұнап тұр киіміңіз деп айтам. Ал бала кезіңізде подростковый возрастта қыздармен секстің имитациясын жасаған ойындар болмап па еді? Болды ғой, айтып отырмын ғой, жаңа бала кезімде. Қыздармен болды, сіңілдеріммен болды, әпкелеріммен болды, сондай болды. Қалай болушы еді айтып беріңіз.
білмеймін да. Жаңағы өзіммен жасты бір папам інісінің қызы болды, сол екеуміз болғанбыз сондай не. Ол да сол бірінші класстар кезінде ғой, сол бірінші класс, бірінші жасқа барайын деп тұрған кезде болды. Қалай ойлайсыз, сізге әйел керек болып жатқан жоқ па? Еркек емес. Әйел қаламаймын. Мүлде. Әйел ұнамайды ма? Әйел мен әйел болған. Не сезіндіңіз осы сұрақты қойған кезде? Білмеймін, әйел мен әйел бір түрлі сияқты. Өзіңізді қаншалықты еркекпін деп санайсыз, қаншалықты әйел? Мен негізі мен еркек болып кеткен әйелім деп, аяғым қатып қалды, шынымды айтсам, тоңып кетті тізем, аяғым қатып қалды, шынымды айтсам, тоңып жатырмын. Жақсы. Бір-екі сұрақ қалды. Мен еркек болып кеткен әйелім деп ойлаймын. Менде еркектік көбейіп кеткен деп ойлайын ба, айтайын ба? Мүмкін күйеуіңіз сондықтан қашатын шығар, сізден еркекпен жатқысы келмейтін шығар. Мүмкін. Онда мойындаймын. Мысалы үшін мен үстіне шығып істеген ұнайды маған. Ол да көбінесе маған шық дейді. Болып қалған жағдайда не, сен шықшы, сен күштісің деп айтады маған. Мені мақтайды. Мен істегім келмейді. Сен күшті істесің, сен істеген ұнайды деп айтады маған. Өтірік сөз бе деп қоямын арасында. Рас айтып отырсың ба? Өтірік айт. Мен сүйесің ба деп айтамын сол кезде, не? Үстіне шығамын ғой, ұнап жатқан кезде сұраймын. Мен сүйесің ба? Вообще айтпайды маған сүйемін деп. Сен өзің білесің ғой кімді жақсы көретінін дейді. Сосын күлеміз сосын. Мен сосын оргазм алып жатқанда қатты күлемін. Қатты күлкі қысады мені, не? Бірақ соңғы уақыттар жылағым келе ма, бір что-то жылайын ба, істеп жүрген тірліктеріме, осы жүрген жүрісіме деп нетіп қоямын. Арасында кетіп жатады ғой бойыңнан. Сол кезде. Жақсы, түсінікті. Маған қаншалықты шынайы жауап бердіңіз бүгін сұрақтарыма? Шын көңілден. Әзірге айтпай тұра тұрайын деген нәрсеңіз болды ма? Жоқ ондай. Мен не сұрасаң да айтайын деп отырмын. Жақсы, түсінікті. Мен қойған сұрақтардың ішінен, айтқан сөздердің ішінен сізге жақпай қалған жерлерін айтыңызшы. Жақпай қалған жаңағы өзіңді жек көріп отырсың, өзің жақсы көрмей отырсың, сен күйеуіңе не керек деген сұрағым болды маған. Сол сұрақ болды, сосын өзіңді жаңағы не, өзіңді өзің таба алмай жатсың ба деген сұрағың ба, сол сұрақ. Мен ол сөздерді ойымнан шығарып айтқан жоқпын ғой, сіздің айтқан сөздеріңізді өзіңізге қайтарып бердім ғой. Солай ма? Сіздің аузыңыздан шыққан сөзді өзіңізге қайтардым. Неге ауыр тиіп жатыр ол сізге, қалай ойлайсыз? Жоқ, ең ішінде ауыр тиген жаңағы күйеуің сені қалай жақсы көреді, өзіңді өзің жақсы көрмесең деген сөз. Мен өзімді жақсы көрмеймін дегенді кім айтты? Мен айттым ба? Мүмкін мен шаршап жүрген шығар, сөйтіп айтып қалған шығармын. Білмеймін ғой. Қандай сезіммен келдіңіз, қазір не сезініп отырсыз? Мен қазір өзім күлкі қысып отыр, білмеймін, аяқтарым тоңып, аяқтарым қатты тоңып жатыр, тізем тоңды. Келген кезде қандай сезімдедіңіз? Келгенде кірейін ба, кірмейін ба деп. Бағанада сізге деген жаңағы не тәкаппаршылық дей ма? Мен сізге сұрақ қойдым ғой, басқа адам. Енді осы неге келгім келді қатты ғана, осы сен осы неге қатты келгім келді, сөйтіп бағана қайта бер деген сұрақ ұнамады маған, шынымды айтсам. Жаман жыным келді. Неге сөзінде тұрмайды, өтірікші екен ғой деп. Сосын жаңада өзі айтсыншы, кір деп айтсыншы деп айтты, кіре ғой деп айтқан сосын күткен ғой, сөйтсем айтмайсың ғой. Қой өзім жаза салайын, енді сонша жерден келдім ғой деп. Қатты қатысқым келген осы неге. Кешеден бері тиктокта көріп жатырмын ғой сізді. Не сезініп отырсыз енді, қалай болып отыр? Өзім білмеймін, бір өзімді өзім жеңіл сезініп отырмын, болды. Басқа ешқандай сезім жоқ. Негізі сіздің шынайы бет бейнеңіз осыған ұқсас. Сіздің бақытты кезіңіз осыған ұқсас.